Миғраж түні үмметке 5 уақыт намаз парыз болған түн. Бұл түні Құдайға қонақ болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Бірінші қабатқа барған кезде бір топ періштені көрдім дейді. Ол періштелер әлем жаратылғаннан қиямда тұрып Алланы зікір етеді дейді. Екінші қабатқа көтерілгенде бір топ періштені көрдім дейді. Ол періштелер әлем жаратылғаннан рукукта тұр дейді, Алланы зікір етіп. Үшінші қабатқа барған кезде бір топ періштені көрдім дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ол періштелер әлем жаратылғаннан бәрі сәждеде жатыр Алланы зікір етіп. Мен барған кезде ассаламу алейка я расулалла сәлем берді. Менің сәлемімді алып екінші қайта сәждеге кетті дейді. Қияметке дейін олар бастарын көтермейді дейді. Біздің намазда 2 рет сәжде жасайтынымыз осы періштелерден қалады. Сосын арғы сидратул мунтахадан өтіп Аллаға қонақ болады. Сол кезде Алла Тағала негізі үмметке 50 уақыт намазды фарз етеді. Жаннат тозақтың бәрін аралап төмен түсіп келе жатқан кезде Мұса алейхиссаламға жолығады. Я Мұхаммед дейді, саллаллаху алейхи уассалам, сенің үмметіңе 50 уақыт намаз ауыр болады дейді. Сөйтіп Алла Тағала барады, 5 уақытқа дейін намаздың уақытын түсіреді. Міне осы 5 уақыт бүгін түнде біздерге